Құрма құнардың қайнар көзі. Ең көне керемет жемістен кекс жасап үйренеміз. Құрманың сүйектерінен ажыратамыз да, үстінен ас содасын сеуіп, қайнаған ыстық су құйып, 10 минутқа тұндырып қоямыз. Уақыт өте құрманы пюре болғанша еземіз. Бөлек ыдысқа жұмыртқаны жарып, қантты шым-шым тұзбен қосып, сары майды құйып араластырамыз. Енді пюремен біріктіреміз. Илеуіштен өткен ұнға қопсытқыш қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Грек жаңғағын қоссаңыздар, кекстің дәмі тіпті келіседі. Қалыпты майлап, қамырды құямыз және қызып тұрған пеште 180 градусқа 35-40 минут пісіреміз. Дайын болғанын тіс шұқығыш сұғып білеміз, құрғақ болса дайын дегені. Сүйсініп жейтін әдемі кекс жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шайларыңыз тәтті болсын.